Бұл әйелдерге арналған подкаст, соның ішінде ақылды әйелдерге. Өмірде кез келген ситуациялар болып қалуы мүмкін. Ең ауыр, қиын ситуациялар да келуі мүмкін. Сол моментте әйел адам өзіне ғана сену керек. Сіз тек өзіңізге өзіңіз ғана көмектесе аласыз. Ешкім сіздің қасыңыздағы ең жақын досыңыз, ең жақын подружкаңыз, ағаңыз, ініңіз көмектесе алмау мүмкін. Сол моментте сіздің өзіңіздің emergency план дейді. Ағылшынша, план болу керек. Өзіңізге арналған. Ол қандай план? Егерде Құдай сақтасын, бірақ өмірде бәріне дайын болу керек дейді ғой. Егер сіздің күйеуіңіз сізді тастап кетсін, бір жас әйелге, балаларыңыз өсіп кетіп қалды деп айтайық. Туысқандарыңыз, достарыңыз жоқ дейік. Егер сізді солай тікелей айтқанда далаға лақтырып тастаса, сізде не бар? Сіздің қолыңызда өз-өзіңізге көмектесуге қанша ақшаңыз бар? Сіздің атыңызға қандай затыңыз бар? Квартира бар ма? Әлде машина бар ма? Соны тез арада сатып, сол ақшаны қолданып, бір квартираны арендаға алып, яғни тамағыңызға ақша тауып, өмір сүруге, жалғыз өзіңіз өмір сүруге. Мүмкін сіздің пенсияңыз бар шығар, әлде сіздің бизнесіңіз бар шығар. Дәл қазір соны ойланыңыз. Мысалы, сізді далаға шығарып жіберді. Сіздің қолыңызда не бар? Ондай моменттерде, мысалы, сіздің өзіңіздің ең жақын, жақсы көретін күйеуіңіздің өзі жануарға айналып кетуі мүмкін. Жануарға айналғанда сізге еш нәрсе бермеуі мүмкін. Еш нәрсе. Сол моментте сізде, орысша айтқанда айтады ғой, безопасная подушка міндетті түрде болу керек. Міндетті түрде. Өзіңіздің жинаған өз шотыңыздағы ақшаңыз, мысалы, өзіңіздің жақсы жүргізіп жатқан бизнесіңіз. Яғни, сізді күйеуіңіз тастап кетсе, балаларыңыз тастап кетсе, ол бизнесті өзіңіз әрі қарай жүргізе бересіз. Міндетті түрде біз әйел адам ретінде өзімізді бірінші орынға қойып, өзімізді осындай ситуация болып қалса өмірде не істей аламын? Кімнен ақша аламын? Кімнің үйіне барып қонамын? Соны ойлап қою керек алдын ала. Ол өте ақылды әйелдер осылай істейді. Көбінесе, егер сізде үлкен бір жаңағы семьяда важный покупка болса, күйеуіңізге айтыңыз, мені атыма жаз деп. Егер шынымен де сізді жақсы көрсе, сіздің атыңызға жазады. Яғни сіздің атыңызға қандай нәрсе бар? Соны ойланыңыз, қанша ақшаңыз бар? Ол өте осындай emergency ситуацияда өте маңызды рөл атқарады. Сол кезде сіз өз-өзіңізге рахмет айтасыз. Яғни сіз өзіңіздің өміріңізді жалғыз өзіңіз бақытты қайтадан құра аласыз. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Мен жеке консультацияма жазылғыңыз келсе, Инстаграмға, директке жазыңыз. Рахмет.